Сәлем қыздар, қазан кебаб жасаймыз. Ең алдымен табамызға көбірек май құйып, картоптарымызды бүтіндей қызарғанша қуырып аламыз. Қызарып қуырылған картоптарымызды аламыз. Сол майға етімізді салып, қызартып қуырып аламыз. Қуырылған картопымызға зира мен қара бұрышты сеуіп қоямыз. Жақсылап қуырылған етімізді алып, артық майын бөлек ыдысқа аламыз. Етімізді қайтадан табамызға салып, үстінен пияз бен сарымсақты қосамыз. Кейіннен тұз бен қара бұрыш себеміз. Картоптарымызды табамызға қайтарып, жақсылап араластырып, үстінен кішкене тұз қосып, газдың астын жай басып қоямыз. Бетін жауып, 1,5-2 сағатта дайындаймыз. Бетіне қалағанша укроп зелень қоссаңыздар болады. Жасап көріңіздер, ас болсын.